Мінекей қыздар, біз сіздермен жап-жаңа печеньеміздің рецептісімен бөлісетін боламыз бүгінгі. Бұл бізде гүл печенье, яғни гвоздика гүл печеньеміз. Жасалу жолы да өте оңай, және заттары да қолжетімді заттардан жасайтын боласыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен бізге сары май қажет болады. 72-80%-дан жоғары болу қажет, яғни 72%-дан ұн, бізде сахарный пудра, сұйық май, разрыхития қажет болады. Ендеше бірінші менде қазір анау щедрая лето майы және маргарин араласқан, екеуін араластырдық. Яғни осы екеуін жақсылап тұрып миксерлеп аламыз миксерімізбенен. Енді сахарный пудрамызды шетінен қосып отырамыз, яғни 2-ге 3-ке бөліп отырып, осылай майымызбен араластырып миксерлейтін боламыз. Менде ыдысым кішкене үлкендеу болып қалды, сондықтан менде барлығы ыдысқа және миксердің басына шабысып қалды. Негізінде кішкене орташалау ыдыс болғаны дұрыс. Менде дәу болғандықтан барлығы жан-жағына кетіп қалды. Мінекей бір бөлігін салдым сахарный пудраның, енді тағы да бір бөлігін салатын боламын. Мінекей, бізде сол кезде уже массаның реңі көріне бастайды. Жақсылап миксерлеп алыңыздар, араластырып. Мінекей, енді араластырып алдым, сахарный пудрамды. Енді жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз жылы болуы қажет, бөлме температурасына, және сұйық майымызды салдым. Ал разрыхителімізді ұнның үстіне салатын боламыз, яғни ұнмен бірге қосып салатын боламыз. Енді қазір жұмыртқамыз бен сұйық майымызды тағы да бір араластырып жібереміз миксердің көмегіменен. Мінекей, қараңыздар, сап-сары түске енді, қараңыздар қандай әдемі болды. Енді біз ұнымызды саламыз. Ұнымызға жаңа разрыхителімізді араластырып қойдық. Енді 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөле отырып, оны да тағы да миксермен миксерлеп алыңыздар. Мінекей, мен 2-3 бөлікке бөліп миксерлеп алдым. Бізде қазір көзге қою болып көрінгенмен, негізінде бізде қазір орташа тесті шығатын болады. Мінекей, ұнымыздың барлығы араласып болды. Енді миксерімізді тоқтатып, ары қарай қолмен жұмыс жасау қажет болады. Яғни столымыздың үстіне қойып, ары қарай қолмен илейтін боламыз. Миксерлеріңізді ары қарай құртып алуларыңыз мүмкін, сондықтан ары қарай қолмен жұмыс істеңіздер, себебі бізде кәдімгі қою тесті пайда болды. Мінекей, тестамды столдың үстіне кішкене илеп алдым. Енді оны осы ортасынан 2 бөлікке бөлеміз, ровно етіп 2 бөлікке бөлеміз. Және де осы 2 бөлікті 2 түрлі бояуға араластыратын боламыз. Яғни 2 түрлі бояу араластырамыз бізге. Егер сіздерде қандай түс бар, соны пайдалансаңыздар болады. Мен сары түспенен розовый түсті пайдаланамын. Менде біреуі сухой краситель, біреуі сұйық. Мінекей, біреуін розовый еттім, біреуін сары түспенен бояп алдым. Осы түстер ашық, әдемі көрінетін болады. Енді бояуды қосып, жақсылап тұрып, қамырымызды тағы да илеп аламыз. Мінекей, қараңыздар, қандай әдемі сарғыш түс шықты бізде. Мінекей, сары түс болды. Және теста да өте әдемі, кәдімгі слайм сияқты күшті болып тұрады бізде теста. Осылай ұнды сеуіп, ұнға аунатып отырып жасаңыздар, әйтпесе қолдарыңызға жабысып теста жұмыс істеулеріңіз қиын болады. Сондықтан ұнды қорықпай пайдалана беріңіздер, ешқандай артығы болмайды. Мінекей, екінші бізде розовый түс болды. Енді осы 2 түсті ары қарай тағы да жұмыс жасаймыз. Тестамен бір жақсы жер бұл жерде бірден жұмыс жасай береміз. Мінекей, енді алып, осы сары түсті бір бөлік, розовый түсті бір бөлік етіп, осыны кішкене шарикті етеміз. Яғни барлығын осыны кішкене шариктерден бөліп тастайтын боламыз. Егер де сізде 40, мысалға сарыдан 40 шықса, розовыйдан да 40 шықса, екеуі бірдей болуы қажет. Мінекей, сосын кейін көлемі, мысалға сіздер жаңағы мен айтқанымдай сататын болсаңыздар, сіздер бұның барлығын таразыменен өлшеп 1 грамда жасауларыңыз қажет болады. Яғни, мысалы сары түсті 10 грамм, қызыл түстен, розовый түстен 10 грамм етіп, 10 граммнан 20 грамм етіп бөлесіздер. Ол кезде сосын екеуі бірге қосатын боламыз. Мінекей, мен бұл жерде таразға өлшемей, мен барлығын сатпайтын болғандықтан мен осылай
көз өлшемімен барлығын домалақтап аламын. Бірақ домалақтаған кезде үлкен болмасын, кішкентайлау болғаны дұрыс. Сол кезде сіздерде әдемі шағын печеньелер шығады. Яғни дастарханға қойған кезде өте әдемі көрінетін болады. Ал үлкенірек болып кетсе, ол кезде грубый болып көрінетін болады. Яғни бір 10 граммның жобасы болғаны дұрыс әр шариктеріңіз. Мінекей осылай қызыл түсті де, сары түсті де осылай домалақтап шығамыз барлығын. Мінекей қыздар, бізде уже дайын. Енді осы бір сары түспенен бір розовый түсті алып, екеуін осылай үстіне қойып бір-бірінің, мінекей қараңыздаршы, мыжбаймыз, тек қана алақанымызға салып айналдырамыз осылай. Мінекей қараңыздаршы, шарик сияқты етіп, топ-томалақ етіп, тек қана алақанымызға салып айналдырамыз. Қатты мыжып, қатты қысуға болмайды. Сол кезде бізде араласыр, осындай әдемі түс пайда болады. Және ортасын дәл осылай тесеміз. Мінекей көрдіңіздер ғой, және ортасын тескен кезде қаттырақ басып қойыңыздар, себебі пешке салып піскен кезде бұл көтеріліп, ортасы бетіне қарай көтеріліп кететін болады. Сондықтан қатты басу керек ортасын. Мінекей тағы да біреуін алдық. Мінекей дәл ортасына басамыз. Қараңыздар, розовый түс пен сары түс бір-біріне әдемі етіп үйлесіп кететін болады. Бір сары түс, бір розовый түстен алып осылай айналдыра берсеңіздер болады. Және де кішкене ортасын үстінен бір басып, ортасынан қаттырақ осылай шұқып, осылай тесіп, барлығын осылай жасап шығамыз. Мен сіздерге түсінікті шығар деп ойлаймын. Тек қана екеуін бір-біріне қарай айналдырып, домалақтап аласыздар, болғаны. Енді барлығын осылай жасап шығатын боламыз, қыздар. Мінекей мен барлығын жасап шықтым, ортасын қатты бастым. Енді пешемізге 170 градусқа 25 минутқа пісіріп аламыз. 30 минутқа дейін пісірсеңіздер де болады. Бірақ қатты беті қызарып кетпеу қажет. Біз сарғыш әдемі түсте болған кезде аламыз. Қараңыз. Мінекей бізде уже пештен шықты, пісіп, мінекей орталарын көрдіңіздер. Мен қанша басқаның өзіне кішкене көтерілген. Менде осындай ақ шоколадты ерітіп алдым. Сосын осындай кондитерский мешокқа салып, осылай дәл орталарына құйып шығасыздар. Ақ шоколад кез келген магазинде сатылады. Кәдімгі осылай пакетіңізге салып, болмаса бір ыдысқа салып, водяной баняда ерітіп аласыздар шоколадты. Сосын кейін осындай кондитерский мешокқа сала отырып, барлығын іштерін ақ шоколадпен толтырып шығатын боламыз. Мінекей қандай әдемі көрінеді, нәзік көрінеді, және ерекше болып көрінеді. Сондықтан міндетті түрде осылай жасап шығыңыздар. Мінекей қыздар, мен қазір сіздерге, менде шоколад әлі қатқан жоқ, сонда да сіздерге арасын көрсетіп кетейін дедім. Арасы осындай күтірлік әдемі болады. Сондықтан ешқандай уайымдамай, тек қана таразбен өлшеп заттардың барлығын солай жасаңыздар. Көз өлшеммен жасауға болмайды. Барлық кондитерский заттарды өлшеп салыңыздар таразбен. Баршаңызға ас болсын, қыздар. Менің мастер-классыма қатысқандарыңызға көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер және фото, видео, отчет жіберуді ұмытпаңыздар.